Баршаларыңызға сәлем. Бүгін менің арнамда балалық шақтың бал дәмі коржықтың рецебімен бөлісемін. Ең алдымен таза ыдысымызға 80 мг жылы сүтімізді, 1 дана жұмыртқамызды, 150 грамм қантымызды және де бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. 300 грамм електен өткен ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқыш салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Енді 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымызды жайып, дөңгелек формаға келтіріп, пергамент қағазы төселген листіге орналастырамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, вилканың көмегімен узор саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 12-15 минутта пісіреміз. Сүйіспеншілікпен пісіріңіз. Сіздермен болған Гүлмира Темірхан. Аман сау болыңыздар.